Ассалаумағалейкум қымбатты көрермен, бұл Заң Лайф арнасының жариялайық бағдарламасы. Біз қазір Алматы қаласы Бостандық ауданының нөмірі 2 аудандық сотындамыз. Мұнда біздің арнамыздан көмек сұраған жәбірленуші Рахман Шалқардың арызымен қозғалған қылмыстық іс бойынша сот отырысы өтіп жатыр. Анығырақ айтсақ, Рахман Шалқардың өзінің айтуы бойынша, Рахман Шалқар Қытайға анасын емдетуге кеткен кезде туған ағасы інісінің атынан құжат жасатып, жекеменшік үйін тоқалына, яғни көңілдесіне сыйға тартқан. Қазіргі таңда сот процесі қалай өтіп жатыр, қандай шешімдер қабылданып жатыр? Рахман Шалқардың адвокаты Тілеужан Кішкенбаевтан сұрап көрейік. Естеріңізде болса, Рахман Шалқар деген менің қорғауымдағы жәбірленушінің атына тіркелген үйді өзінің туған ағасы қолды қылған, яғни ол өзінің Шалқардың атын жамылып, жалған құжаттар жасаған. Содан кейін ол жасағаннан кейін үйдің иесі ретінде құжат бойынша болған. Одан кейін әрі қарай сол үйді өзінің көңілдесі, өзінің тоқалы деген әйелге аударып жіберген үйді. Қазіргі уақытта бірнеше сот отырысында біз осы мәселені көтердік. Жаңағы куә ретінде шақырылған Шекер Ақсарай дегенден жауап алынды. Ол сол жаңағы қылмыстық жолмен келген мүлік екенін біле тұра, қазіргі уақытта соттан сырттай шешім шығарып алып, жаңағы осы үйге сот орындаушының көмегімен қазір кіріп алып отыр. Яғни қазір үйдің иесі далада қалып отыр қазір. Бірақ сол соттың шешімі, сот орындаушыларының көмегімен қазір үйге кіріп, қазір сол үйде өзі тұрып жатыр. Ал енді сот барысында мен оған қойдым, қылмыспен келген мүлік екенін біліп тұрсың. Не себептен сіз сот орындаушының көмегіне жүгініп, сырттай шешім шығарып, оны баса көктеп үйіне кіріп алып отырсың. Сен біліп тұрсың қылмыстық жолмен келген мүлік. Ол бойынша заң бар бізде. Қылмыстық кодексінің 196 бап деген бар. Қылмыстық жолмен келген мүлікке иемденген адам қылмыстық жауапкершілікке тартылады деген. Мен сол бойынша сотта жаңағы Шекер Ақсарайға қатысты бөлек қаулы шығаруды мен сұрадым. Енді соттың ол аяғына қалдырамыз деді, яғни өзінің шешім қабылдайтын кезде біздің жаңағы айтқан өтініштерімізді бойынша да шешім қабылдайтын айтты. Мен енді айтқым келеді, енді сот енді жеке қаулы шығару керек, себебі ол сотта да ашықтан ашық айтып отыр. Мен жаңағы қылмыстық жолмен келсе де, менің мүлкім деген сияқты сондай уәжін келтіріп отыр. Енді алдағы уақытта сот қандай шешім қабылдайды, міндетті түрде сіздердің арналарымен бөлісетін боламыз. Ағасының жағдайы не болады деп ойлайсыз? Енді қазіргі уақытта ағасы бір сотта бір жауабында Шекер Ақсарай деген жаңа әйелмен бірігіп істедік, соның идеясы, соның ойы, соның ұсынысы деген болатын. Бір сөзінде қайттан оның екі баласы болғандықтан, мен аяғандықтан деп сондай уәждер келді отыр. Бірақ қайтадан өзі жауабынан қайттан бас тартып отыр. Жалғыз өзім жасадым деген сияқты. Сондықтан енді алдағы уақытта сот өзінің бағасын берер, жар сөзде өзіміздің айтатынымызды айтамыз. Кешіреміз ба, кешірмейміз ба, себебі ол басында айтқан Шекер Ақсарайдың ұсынысымен жасадым. Енді қайттан ол жасаған жоқпын, өзім жасадым дейді. Білмеймін, қазір екі сөз сөйлеп отыр. Енді жар сөзде өзіміздің баяндамамызды айтамыз. Рахман Шалқар 2020 жылы қаңтар айында анамды Қытайға емдетуге кетуіме байланысты коронавирус кезінен 3,5 жыл Қазақстанда болмадым. Сондықтан бұл жерде біраз жаңағы менің атымды жамылып, жеке куәлік жасалған, жеке куәлік жасалған, содан кейін бөгде тұлғаның атына, яғни Шекер Ақсарай деген азаматшаның атына бұл үйді мен боп атын жамылып жасаған құжатпен аударып жіберген. Яғни ол жеке құжат, жеке куәлігіңізді жасатып, үй сіздің атыңызда болған. Сіздің атыңызда болғаннан кейін ол кісі Рахман Шалқар ретінде барып, сонда Шекер Ақсарайға үйді сыйға жіберген, сыйға бергі жүрген. Сондықтан сол іс бойынша енді қазір мен майдың аяғында келдім, анамды алып, содан кейін көз жеткіздім бәр жағдайға. Содан осы былтыр 23 жылы майдың 30-ында келдім. Содан көз жеткізгеннен кейін соттар нетті, тергеу айыпты адамдардың, қатысты адамдардың бәрін тарту керек болды. Не үшін айып тақпады, ол қылмыспен келген мүлікті біле тұра, ол бөгде адам қалай атына өтеді, қалай базадан оны жеке төлқұжатты бір адамның ұқсамайтын адамды қалай базадан өткізіп құжат берді, яғни жеке куәлік берген. Одан кейін жеке куәлік алғаннан соң нотариусқа барып, мен болып, үйді басқа адамға менің атымды жамылып сыйлап жіберген. Оны нотариус білмей қалуы да мүмкін бұл жерде. Қатысы да білуде сұрақ қоюға да болатын шығар, бірақ оны құзырлы орындар не үшін кімге бәріне айып тақпады, не үшін бәрін тартпады. Шекер Ақсарай деген азамат қазіргі кезде мен үйімді жаңағы жалған договор дарениямен иеленіп алып, менің үйім, өзім алдым, маған сыйлады дейді. Ол қалай ол қылмыспен келген мүлікті біле тұра, сонда құзырлы орындар, құқық қорғау орындары қайда қарап отыр, прокуратура қайда қарап отыр, не үшін олар осы іске қатысы бар адамның барлығын не үшін анықтап тартылмайды, соған мен біраз көңілім толмайды. Енді нәтижесі қалай болады,
соттың шешіміне қарай келесі кезде қылмысты бұрмалап басқалай шешім шығарама, оны келесі соттың өзінің шешіміне қарап бөлісе жатармыз. Сонымен қымбатты көрермен, жариялайық бағдарламасы бұл істі өзінің қадағалауында ұстайды. Рахат Қосай, Жақсылық Тұрғанбаев, Заңлайф арнасы.